Баршаға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, ерекше болып шығатын майонезді салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен қиярымызды 4 бұрышты етіп турап аламыз. Бізге керекті болған барлық заттардың көлемін 4 бұрышты етіп турап алатын боламыз. Толық құрамын әдеттегідей астындағы описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап, сіздер де дәл осы мен сияқты жасап көрсеңіздер болады. Осылай бөлек ыдысымызға ең алдымен турап алған қиярларымызды салып аламыз. Бұның үстінен жұмыртқамызды саламыз. Осылай кезек-кезек барлығын осы бөлек ыдысымызға, үлкендеу ыдысымызға салып аламыз. Міне бізге кирешке қажет болады, колбасаны 4 бұрышты етіп турап алдым, және де картофель пай қажет болады. Енді осының үстінен 4 ас қасық майонез саламыз. Дәміне қарай тұзымызды салып аламыз, және де барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз. Салатымызды жақсылап араластырып алдық. Дайын болған салатымызды тарелкаға салып, дастарханға ұсынсақ та болады. Салатымызды тарелкаға салып болғаннан соң, бетінен осылай кішкене ғана картофель пай қоямыз. Сонда біздің салатымыз өте әдемі, ерекше болып көрініп тұрады. Міне достар, осымен біздің өте оңай жылдам жасалатын салатымыз дайын. Дәмі енді өте керемет болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео рецепт сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видеоға лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет.